ғасырлық Сауранның ескі орны Қазақстандағы ортағасырлық қала мәдениетінің маңызды ескерткіштерінің бірі болып табылады. Ал сақталу дәрежесі бойынша археология жағынан бірегей болып табылады. Сауранның қамал қорғаны 12 және 16 ғасырлардағы орталық Азиядағы ең көне және ең тарихи маңызы болған қалалардың бірі. Ассалаумағалейкум, қызықты дүниелер анасы сіздермен бірге Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы және де көне Сауран қаласына бүгінгі саяхатымызды бастаймыз. Ал ендеше ішке кірейік. Жалпы бұл жердің кіреберістің биіктігі шамада 6 немесе 7 метр. Бұл жалпы Сауран қаласы 12 ғасырларда ең танымал қалалардың бірі болған. Қазіргі тілмен айтатын болсақ, мысал үшін Қазақстандағы Алматы, Астана, Шымкент қалаларының дәрежесімен бірдей болған. Неге десеңіз, мысалы қазір мегаполисті біз қазақша айтқанда республикалық маңызы бар қала десек, Сауран да өз уақытында өзінің дамыған, өркендеген кезінде сондай үлкен маңызы бар қала болған. Және де бұл жерге 12 ғасырда моңғолдар шапқыншылық жасағанға дейін бұл қала өте көркейген, өте әдемі болған. Анығында Сауран туралы алғашқы деректер 10 ғасырларда кездесе бастаған. Ал қазіргі сіздер көріп тұрғандарыңыз бұл Сауран қаласынан қалған қалдықтар. Қазіргі уақытта бұл жерде реконструкция жасап жатыр. Болашақта туристерге арнап әдемі жерге айналдыру мүмкін. Бірақ дәл осы жерге мемлекеттің қандай жоспары бар екенін біз білмейміз. Басқа тақырыпқа оралайық. Жалпы Сауран өзінің 12 ғасырда дамыған дедік қой. Одан бөлек Сауран моңғол шапқыншылығынан кейін де өз орнын ауыстырған деген деректер бар тарихта. Бірақ ол нақтылы ақпарат емес. Сондықтан да сіздер олардың ақпаратты нақты деп сіздер ойлап қалмаңыздар. Одан бөлек Сауран Әмір Темір уақытында, Әмір Темірдің дәуірі жүріп тұрған уақытында бұл қамал ретінде қорғанның қызметін өтеген. Және де бұл Қазақ хандығы уақытында да ең көне дамыған қалалардың бірі болған. Әсіресе Сауран өзінің дамыған уақыты Қазақ хандығы құрылған кезде дамыған қалалардың бірі болған. Және де бұл жерде мешіт, медресе салынған. Жалпы қаланың ұзындығы 50 гектардай жер. Бірақ бұл сіздер көріп тұрған жер бұл кіреберіс жері ғана. Және де Сауранның әлсіреген уақыты 16, 17, 18 ғасырларда қала өте әлсірей бастаған. Ал 19 ғасырда түбегейлі қала күйреген. Жалпы Ресей империясы уақытында қала түбегейлі өзінің күшін жойған. Және де бұл ертеде, мысалы Шыңғыс хан уақытында Хорезм мемлекетінің құрамында болған. Одан кейін Моңғол империясының құрамында болды. Одан кейін Әмір Темірдің құрамында болды. Әмір Темір мемлекетінің, Мауреннахр мемлекетінің құрамында болды. Одан бөлек және де кейінгі Ақ Орданың құрамында да уақытша болды. Жалпы бұл Ақ Орда мемлекетінің астанасы болған өз уақытында. Ал одан кейін Қазақ хандығының құрамына өткен. Ал одан кейін Қазақ хандығының құрамынан кейін жалпы Қазақ хандығы Ресей империясына қосылғанға дейін бұл жер сондай болған. Мамандардың ойынша ескі қаланың қалдықтарына үлкен қауіп төніп тұр. Біртіндеген бұзылуға назар аудармасақ, бір кезде жауға қарсы тұра алған қала уақыт қысымына қарсы тұра алмайды. Осыған байланысты, қазіргі кезде Сауранда кешендік археологиялық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ұрпақ үшін көне қаланың қалдықтарын сақтау мақсатында сақтау және қайта қалпына келтіру жұмыстары өткізіліп жатыр. Сіз мына Сауран қалашығына келіп тамашалап отырсыз. Бұл жер өте әдемі. Аттарыңызды көріп тұрған қыштан салынған, баяғы Сауран кезінде соғылған. Мынау жерде жатқан тастар сол уақыттағы тастар ма, или адамдар бұл қазіргі заманның адамдары қойған ба, бірақ анығында белгісіз. Бірақ тура сол уақытта қойылған тастарға ұқсап кетеді екен. Достар, енді қараңыздар. Ана жақ түсірмін. Міне біз осы жерден бастап кірдік. Бұл шамада қаланың қақпасы болған, кіреберіс жері. Ал мына жерлерді көз алдыңызға елестетіңіз. Базар немесе қаланың орталық көшелері болған. Және де біз ұмытпауымыз керек, өз уақытында біздің ата-бабаларымыз өркениетті орнатқан және таратқан. Еуропаның мемлекеттері әлі
мемлекет болмаған кезде, жуынуды, шайынуды білмеген кезде, тазалықты білмеген кезде біздің ата бабаларымыз осындай керемет мемлекетті құрды. Бірақ уақыт өте келе біз олардан артта кеттік. Себебі оның ең басты себебі біз білімге қызығушылық білдірмегенімізден кейін біз артта қалдық. Және де оған дейін осындай керемет қалалар, керемет мысал үшін медресе, мешіт салған. Әсіресе қазақ хандығы уақытында осы Сауран ерекше дамыған. Ең мықты дамыған кезде сол кезде деп айтсақ та болады. 16-17 ғасырларда. Мына жерге бір қараңыздар. Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы дейді. Сауран медресесі 16-17 ғасыр. Шамада бұл жер сол уақытта, мен айтқандай қазақ хандығы уақытында бұл жер гүлдендік дедік қой. Сол уақытта осы жер медресе болған. Қателеспесем соның қалдықтары осы жер. Жалпы енді бұл жер реставрация болған. Әмір Темірдің уақытында бұл жер реставрация болған. Яғни Үндістаннан 200 құлды әкеп осы жерді дәл осы Сауран қаласын реставрациядан өткізген. Қателеспесем, мына жер мұнара болған, қателеспесем. Осы жерде шамада мұнара болған, осы жерге шығып, қателеспесем азан шақырған болуы мүмкін. Өйткені соның қалдықтары тұрды осы жерде. Екі мұнара болған. Демек бұл жер медресе мешіт болған немесе медресе болған. Енді анығын бір Алла біледі. Жалпы менің өзім ойымша бұл жер мешіт болған. Себебі, мысалы мына жерден кіресіздер, кіргеннен кейін жоғарыға шығасыздар ғой. Мұны ортада жамағатқа арналған орын болған. Және де мынаның ортасы қыблаға қарайтын имам шығатын құтпа болған. Ал мына жерлерді көріп тұрсыздар ғой. Бұл жер қателеспесем шілдехана болған. Шілдехана дегеніміз жалпы Құранды жаттайтын адамды, мысалы қари дейміз, дұрыс па? Ал біздің қоғамда көпшілігі қариді, мысалы Құран жаттаған адамды қари деп айтады. Негізі олай емес. Құран жаттаушы адамды қари деп айтады, ал Құранды жаттап болып, оны бастан аяқ бітірген адамды оны хафиз дейді. Мына жерде шілдехана болған болуы мүмкін, яғни бұл жерден шықпайды бала, кіреді, осы жерге кіріп Құран жаттайды. Мысалы үшін өзін шілдехана сияқты осы жерге кіреді, бұл жерден шықпайды, тек шығады, дәретханаға шығады, намазын оқиды, осы жерде тамағын ішеді, осы жерде Құранын оқиды, сосын құлшылық ғибадатын жасайды. Жалпы шілдехана дегеніміз жалпы осы. Енді білмейтіндерге біле жүрсін дегенім ғой. Жалпы бұл жер Қызылорда Түркістан облысының шекаралық аймағында орналасқан, яғни Түркістан Қызылорда тас жолының бойында, және де Қызылорда Түркістан темір жолының бойында орналасқан бұл жер. Егер келем десеңіздер, бұл жерге сіздерге берер ақыл кеңесіміз арнайы көпшілікпен өзіңіздің жеке көлігіңізбен келген сіз үшін тиімді болады. Неге? Біз қазір осы жерге келдік, арнайы бір таксиде жалдап келдік. Ал бұл жерге мысалы жол жөнекей по пути тоқтата алмайсыз. Неге десеңіз, бұл жерге келетін адамдар сирек. Себебі бұл кәдімгідей айдала. Айдаланың қақ ортасы. Сондықтан да егер келем десеңіздер, сіздерге ескерту, өзіңіздің жеке машинаңызбен және көпшілікпен бірге келіп тамашалап кетсеңіздер болады. Мынау жаңадан реставрация, яғни қайтадан құрылған кезде қойылған қыштар. Мынау болса сол өзінің уақытындағы қаланған қыштары. Бұл енді нақты қай ғасырда қаланған енді ол бізге белгісіз. Оның анығын тек жалғыз ғана жаратушы Алла ғана біледі. Бұл қаланың өз уақытында кәдімгідей өзінің су өтетін және де су келетін өзінің құбырлары болған. Қандай керемет, қандай бір. Өзіңіз ойлаңыз, 12-ші, 13-ші, 14-ші, 15-ші ғасырларда қаланың өзінің арнайы су өтетін, кететін құбыры болған. Мына көріп тұрғандарыңыздай реставрация істелген қыштар мына өзінің формасын сақтап тұр. Ал мынау сонау замандағы қалдықтары. Міне өзі түрінен көрініп тұр. Бұл формасы бұзылып кеткен жоқ, қалдықтары өзінің. Осы нәрсені қарап көрсеңіздер. Бұл жерге қазақ хандығы уақытында және де қазақ хандықтары бұл жерде тез таласатын болған, яғни соғыс арқылы бір-бірін уақытында жаулап алып отыратын болған сол кезде. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Өзіңіз көз алдыңызға елестетіңіз, бір 15-ші, 13-ші ғасырға түсіп қалыңыз, тарихқа түсіп қалыңыз. Мына жер көше, мына жер осындай. Бірақ біздің қазақ хандығы жалпы ақ орда уақытында көп көшпенді өмір сүрген, мысалы түркілер. Кейбіреулер көшпенді өмір сүрген, кейбіреулер отырықшы өмірді сүрген. Ал бұл сыр бойындағы ескі көне қалалардың бірі. Яғни бұл жерді өз уақытында Испичат деп те айтқан. Тарихи жерден осындай бір тасбақа тауып алдық. Қараңыздар. Мына жерді көріп тұрсыздар ма? Сіздердің ойларыңызша бұл жер не болған деп ойлайсыздар? Әрине дәл сіздердің ойлағандарында мен де ойладым.
бұл жер шамада құдық болған. Осылай жер астынан су алып, осы жер қалаға су тартатын болған өз уақытында. Біз мына бір бөлменің ішінде жүрміз. Бұл жер өте керемет. Бұл бөлменің іші не болғанын анық білмейміз да. Бұның іші бір адамның үйі болған ба, әлде бір кітапхана болған ба. Бір кітапхана сияқты мынандай орындар бар. Бірақ анық бұл жер бір нәрсе болған деп қазір айта алмаймыз. Жалпы, мысалы қарасаңыз, қазақ хандығы көшпенді өмір сүрген. Бірақ мынандай отырықшы қала қазақ хандығының құрамында болған. Яғни бұл қазіргі біз Түркістан облысы деп айтатын жер. Яғни сол кезде сыр бойындағы қалалардың құрамына кірген бұл жерде Сауран. Өйткені бұл қазақ хандығы құрылмай жатып, одан алдыңғы мысалы тарихи деректерде ғалымдардың зерттеуінше, археологиялық зерттеулерге де сүйенсек, 10-шы ғасырлардан бастап кездесе бастаған. Сондықтан да бұл жер сондай қазақ хандығы көшпенді өмір сүрген. Бірақ қазақтардың көшпенді өмір сүретіні де болған, отырықшы өмір сүретіні де болған. Мысалы өзбектердің де көшпенді өмір сүретіні де, отырықшы өмір сүретіні де болған. Сол арқылы мысалы қанша кезеңнен бері мысалы төріміз бір түркі халық болғаннан кейін мысалы түркі халықтар бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі дәл осы жерден Ұлы Жібек жолы өткен. Және де бұл жердің халқы өзінің гүлденген, дамыған уақытында бұл жердің халқы 15 мың болған деп көрсетіледі шамамен. Алланың құдіреті. Біз мына жақта жүргенімізде бұлт үстімізді жауып, көлеңке қылып, біраз көлеңкеде жүріп алдық. Шамамен дәл осы жерлер өз уақытында қаланың бекінісі болған. Яғни мынаны қараңыздар, мынаны қараңыздар. Сол уақытта қаланың бекінісі болған. Сырттан кім кіріп жатқанын, кімнің кіріп жатқанын бәрін көріп отыратын болған. Мысалы, жау шапқыншылығы болған уақытында да, мысалы, жоңғар шапқыншылығы болған уақытында да дәл осы жерден қорғанатын болған. Және де жоңғар шапқыншылығы уақытында бұл жер ерекше қиратылған. Қала кәдімгідей әлсіреген жоңғар шапқыншылығы уақытында. Себебі жоңғарлар сыр бойындағы қалаларға шабуыл жасаған кезде Түркістанды да басып алған, өз уақытында қырған, Сауранды да өз уақытында қырған. Сауран 12-ші ғасырда ірі сауда орталығы ретінде іргетасы қаланған. Түркістанның солтүстік-батыс жағындағы 48 шақырым жерде орналасқан орта ғасырдағы қалалардың бірі. Сауранның кіре бергіш көпірі биіктігі 6 метр қабырғамен қоршалған. Қалашықтың өлшемі солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай 800 метр, солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай 500 метр, мәдени қабатының биіктігі 2 метр. Сауран туралы алғашқы деректерді 10-шы ғасырда еңбектерде кездеседі. Ол кезде Сауран Сырдария алабында маңызды стратегиялық және сауда орталығы ретінде белгілі болған. Араб тарихшысы Мақдисидің шығармасында Сауран 7 қабат қабырғаларымен қоршалған үлкен қала, оның ішінде Рабат мешіт бар деп жазған. Шыңғысхан шапқыншылығына байланысты оқиғаларда Сауран туралы деректер кездеспейді. 13-ші ғасырда орта шенінде Сауран Ақ Орданың астанасы болды. 14-ші ғасырдың аяғында қаланы Әмір Темір әскери қамалға айналдырған. Үлкен мешіт болып, ислам дінінің Қазақстанға тарауына ықпал еткен. Осымен біздің видеомыз аяқталуға жақын қалып, егер де сіздер осы уақытқа дейін каналымызға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылыңыздар. Және де қазақ тілінде жазылу, орыс тілінде подписаться, ағылшын тілінде субскрайб деп шығады. Және де лайк басыңыздар, лайк басыңыздар, тіпті мынандай лайкты қарастырыңыздар. Және де Қазақстан Республикасында саны облысында Сауран археологиялық қаласында келесі видеоларды аман көрсетейік. Осыменен біздің де видеомыз соңына жақындап қалды. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге видео ұнаған болса лүпіл басып, комментарияларда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Біз сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқитын боламыз. Видеоны жақындарыңызбенен бөлісіп тарату арқылы біздерге үлкен қолдау көрсете аласыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға үлкен рахмет.